Тарих тағылымы жастар жанарында. Жас репортер жобасы. Бұл жобада жас буынның тарихқа деген қызығушылығын арттырып, олардың ел мәдениетін жаңаша көзқараспен зерттеуіне мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мен тарихи мұраларымызды жаңғырту әрбіріміздің міндетіміз. Ал жас репортер сол жауапкершілікті арқалаған болашақ журналистер мен зерттеушілердің алаңы. Осы жобаның мақсаты жастардың мәдени мұраға деген қызығушылығын арттыру, олардың тарихи және рухани құндылықтарын зерттеу, баулу, ұлттық мәдениетімізді сақтау және жаңғырту үлес қосу. Міндеттері жастар арасында мәдени мұраны зерттеу мен насихаттау ісін жандандыру, жас журналистер мен блогерді ұлттық мәдениетті дәріптеу жұмыстарына тарту, цифрлық технологияларды пайдалана отырып тарихи мұралар туралы контент әзірлеу. Жобаның өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі замандағы жаһандану үрдісі ұлттық мәдениеттің сақталуына белгілі бір дәрежеде әсер етуде. Көптеген тарихи мәдени мұралар ұмыт қалып, кейбір дәстүрлер жойылу қаупінде тұр. Жас журналистер мен блогерлердің қатысуымен жүзеге асырылатын бұл жоба мәдени құндылықтарды заманауи тәсілдермен дәріптеуге, оны кең аудиторияға таныстыруға мүмкіндік береді. Жүзеге асыру кезеңдері: негізгі кезең, дайындық кезеңі, қорытынды кезең. Жобаны жүзеге асыру бағыттары: тарихи зерттеу және экспедициялар, жастарды тарихи орындарға апарып, зерттеу жұмыстарын жүргізу, көнегөз қариялармен сұхбат ұйымдастыру, медиа және цифрлық контент, мәдени мұра туралы бейнероликтер, мақалалар, деректі фильмдер әзірлеу, қоғамдық іс-шаралар, ұлттық мәдениетті насихаттайтын фестивальдер, көрмелер, форумдар ұйымдастыру. Осы жоба бойынша нәтиже жоқ емес бар. Республикалық және облыстық конкурстарда жүлделі орындарға ие болдық. Қорытындыға келетін болсақ, жас репортер жобасы мәдени мұраны сақтау және жаңғыртуға бағытталған ауқымды бастама. Осы жобаны ары қарай жүзеге асыру үшін, ата-бабамыздың тарихы мен мол мұрасын насихаттау үшін, жоба жетекшілері мен командамен бірге 90-дық демалыста келесі бейнероликті түсірген болатынбыз. Туған ел, ата-баба өсіп-өнген, тарихтың тауқыметін көз көрген, жатырсың кен жазылып Сарыарқада, айналдым туған жерім құтты мекен. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып кім болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп жырлаған қазақ халқының ағартушысы ойшыл Сұлтанмахмұт Торайғыров. Ақынның арманы қазақ халқын білімге жетелеу еді. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың мұражайы, мұнда ақынның өмірі мен шығармашылығына қатысты құнды жәдігерлер сақталған. Қардың қалың болуына байланысты жол жабық болды. Сондықтан Сұлтанмахмұт Торайғыровтың кесенесінен таңылмадық. Бұл жалынды ақынның мәңгілік мекені. Сұлтанмахмұт небәрі 27 жыл өмір сүрді. Бірақ оның есімі қазақ тарихында алтын әріптермен жазылды. Осы Найзатас баурайында 1975 жылы Шәкен Аймановтың Гауһартас фильмі түсірілген болатын, қазақ көркем өнерінің туындыларының бірі. Ал енді Кемпіртасқа келетін болсақ, бір жағынан қарасан жас қызға, ал енді бір жағынан қарасан егде тартқан әйелге, ал енді бір жағынан қарасан кемпірге ұқсайды. Іздегені Ильяс нағашы еді, сол бір шында ойнаған дала шері, Сәкен шынын табиғат сығып берген, заманында алмаған бағасы еді. Бұл Сәкен шыны. Қазақтың сұңқар ақыны Сәкен Сейфуллин омбы лагерінен қашып шығып жасырынған деседі. Торайғыр елінен 60-тан аса киелі орындар мен тарихи ескерткіштер табылды. Соның бірі сақ дәуірінен қалған сақ қорғаны. Біздің ата-бабаларымыз осындай бекіністер алып, жерін жаудан қорғаған. Қара қандағаш әлемде тек екі мемлекетте ғана кездеседі: Канада және Қазақстан. Қазақстан қызыл кітабына енген. Павлодар облысы Баянауыл ауданында Баянауыл ұлттық паркінде 500 гектар жерде өседі. Әулиебұлақ туралы түрлі аңыздар бар. Әулиебұлақ адам денсаулығын және рухани тазалығына септігін тигізеді.
Бүгін біз Торайғыр өңіріндегі киелі мекендердің кішкентай ғана бір бөлігін аралап шықтық. Бұл құт тараған елді мекенді бір күнде аралап шығу мүмкін емес. Өткенді білу болашаққа нық қадам басудың кепілі. Біздің міндетіміз осы мұраны келер ұрпаққа жеткізу.